Арыстанның еміренуі өзінше, тіпті туған баласына мейірі түскеннің өзінде түр ашулы сияқты көрінеді. Біреудің ерткелеткенін көтеретіні де, көтермейтіні де белгісіз. Жалынан сипасаң күдірейе түседі. Бронниковке Рысқұлдың іші көпке дейін жылымай қойған. Бірақ осы бір орысты баласы жақсы көріп кеткен соң, бірте-бірте мұздай жүрек жібейін деді. Әбден сыралғы болып, сенім артқан соң, бір күні Рысқұл Бронниковке: «Әй, Ескендір, өстіп жата береміз бе? Қашсақ қайтеді?» деді. Енді Бронников сезіктенетін сияқты. Түрменің алпауыттарының тұзағы емес пе екен? Мені арандатпақшы сірә. Қайтып, болда сыртатпақ болып. Сен көп білетін бәлесің ғой, айласын тап. Айла амал жоқ. Бронников камераның ішін көзімен тінтіп шығып, бір ауық темір құрсаулы терезеге қадалып қалды. Мүмкін емес. Болат ара керек, ол бізде жоқ. Ана білектен темірді сындыра алмайсың. Мынау болса тас. Бронников жалпақ алақанымен суық сұр қабырғаны сипалап қойды. Темір есіктің көздей тесігдің қақпағы көтеріліп, ар жақтан надзирательдің жалғыз жанары оқтаулы мылтықтай суық қадалды. Надзирательдің жалғыз көзі сөніп қалғандай тайып кетті де, қақпақ қайта жабылды. «Иттің ишіләйі», деді Рысқұл. «Дереу сезе қойын қараш. Біздің сөзімізді оған жеткізіп тұратын сайтаны бар ма, немене? Осы екеуміз өтірік төбелесек қайтеді? Сонда әлгі ит асығып есік ашады. Әй, шайға келтірмей аузын басып, дамбалын басына кигізіп, есіктен ақ шығып кетпейміз бе?» Мүмкін емес. Бронников басын шайқап. Бұлар ол айланы әлде қашан есепке алып қойған. Біреу ішке кіргенде екіншісі сыртта аңдып тұрады. «Сен білмейсің ғой. Мен бір рет бұл түрмеден қашып шыққам», деді Рысқұл. Тыртығы көп тақыр басын алақанымен асықпай сипалап. «Мына бас не көрмеген бас. О, сондағы бостандық-ай. Тура 5 күн бостандықта болдым. Қашып жүрдім. Үйде бір күнде түнеген жоқпын. Белімді бір шешкен емеспін. Тарғыл тас төсек, қара тас жастық болды. Бірақ соның өзі құс мамықта еді-ау, қайран». «Дәл осы түрмеде ме? Қашан?» деді Бронников таңғалып. «Дәл осы түрме, бірақ камера басқа еді. Қыштан болатын, былтыр жаз өтіп бара жатқан шама ғой. Онда неге ұсталып жүрсің?» «Әй, Ескендір, тамыр қыл, көп әңгіме. Түрме ішінде екеумізге әңгімеден басқа не ермек бар?» Рысқұл ескі қалпағын басына киеді. Ескі қалпақты кимей тұрып, ұзақ әңгіме бастамайды. Содан соң темір құрсаулы биік терезеге қарайды. Терезеден түк көрінбейді. Бірақ жарық дүниенің елесі бар терезе Рысқұлдың жазулы тұрған кітабы сияқты. Алғашқы рет түрмеге түсуінің жайы қалай еді? Рысқұл құрсаулы терезеден медет тілегендей, ішінен әлденені күбірлеп барып күмбірлеп сөз бастайды. Петерборлық Александр Бронников түрмеде жатып ақ қазақ даласының тау-тасын кезіп кетеді.